Шаруашылық қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Жандар Омаров. Қош келдіңіз, Жәке, студиямызға. Құрметті қауым, бүгін өте қызықты тақырып, ауыл шаруашылығына арналған, ауыл тұрғындарына арналған несиелер туралы болмақ. Міне тікелей басшысының өзінен сұрап алсаңыздар болады. Бұрыннан бері көкейіңізде жүрген мәселелер болса, шешілмей жүрген мәселелер болса, осындай мүмкіндікті пайдалануыңызға бүгін мархабат. Енді сонымен қатар бүгін Мал табу KZ сайтының қазан айына дейін бәйге жарияланады. Ұтыстар, яғни соғым, бір жылқы, роторлық шетелдік жем турағыш және дәл осындай бірақ Қазақстанда жасалған қомағай атты қондырғы. Бәйгеге қатысу шарттары мынадай. Бірінші, ұялы телефоныңызға Мал табу KZ қосымшасын жүктеп аласыз. Екінші, бәйгеге қатысу түймесін басу және өзіңіз туралы мәлімет беру. Осыдан кейін сізге жеке 5 цифрлы код тағайындалады. Оны сақтап алуды ұмытпаңыз. Жиналған тізім арасында жеңімпаздарды қазан айында Аграрлық Қазақстан хабарының соңғы тікелей эфирінде анықтайтын боламыз. Бұл рәсімнің әділ түрде өтуін радио мен Мал табу сайты да қадағалайтын болады. Ал хабарымыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры. Жәке, бірінші сұрақ, қор биыл қандай бағыттарды қаржыландыруды қолға алды? Қандай жаңалығыңыз бар? Біз биыл жылда жұмыс істеп жатқан енді екі негізгі мемлекеттік бағдарламаларымыз бар. Ол агроөнеркәсіптік кешенін дамыту бағдарламасы. Оның аясында біз мал шаруашылығына 30 миллион теңгеге дейін осы ірі қара мал сатып алуға, ұсақ мал сатып алуға, түйе шаруашылығына осы 3 бағытқа 30 миллион теңгеге дейін 6%-бен және осы 10 жылға дейін мерзімге сондай несиелер беріліп жатыр. Сонда сомасы да мерзімінде ұлғайтылды ма? Былтырға қарағанда? Мерзімі ұлғайтылды, сол 10 жылға дейін қазіргі сомасы 30 миллион теңге құрайды. 2 жылға дейін, бағытына қарай 2 жылға дейін жеңілдік мерзім қарастырылған. Сонымен қатар еңбек бағдарламасымен де біз оператор болып 2017 жылдан бері жұмыс істеп келатырмыз. Ол жұмыссыз, өзін жұмыспен қамтыған азаматтарға, ауыл тұрғындарына арналған бағдарлама. Бұл бағдарлама бойынша мысалы ауыл тұрғындары кәсіптің әр түрімен айналыса беруге болады. Ол жерде ауыл шаруашылығы тек қана деген шектеу жоқ, талап жоқ. Әртүрлі мал шаруашылығы болсын, өсімдік шаруашылығы болсын, ауыл шаруашылығының қайта өңдеу салалары бар. Одан тыс, мысалы, наубайхана, шаштараз дейміз, кез келген қызмет көрсету салалары, такси болсын, мысалы, тасымалдау салалары, грузоперевозки дейді. Сондай салаларға арналған бағдарлама. Ол жерде, мысалы, ауыл шаруашылығы, осы мал шаруашылығымен айналысам десе 4 миллионға дейін сомасы, үстемақы пайызы 6%, мал шаруашылығы жобаларға 6,5 жылға дейін. Ал егер ауыл шаруашылығынан тыс басқа салалармен айналысам десе, ол жерде 6 миллионға дейін, мерзімі 5 жылға дейін. Жеңілдік мерзім ол жерде де қарастырылған. Сол 3-тен 1-не дейін, яғни осы 2 жылға дейін, орта шамамен 2 жылға дейін жеңілдік мерзімде бар. Жақсы, бізге WhatsApp желісіне сұрақтар келіп түсіп жатыр. Айта кетейін, бізге хабарласам десеңіздер, студия нөмірі 75-72-75, Нұрстан қала аралық коды 71-72. Сонымен WhatsApp желісінде бармыз 8-700-755-3355. Мынандай сұрақ, жаңағы 10 жылға дедіңіз, 2 жыл демалыс. Сол демалысты мысалмен келтірсеңіз, 10 миллион теңге мысалға алса, 10 жылға 1 миллион теңгеден бұл негізгі төлем. Солай ғой. 2 жыл төлемейді ғой. 2 жылға дейін ол ешқандай төлем төлемейді. 2 жыл демалады. 1 жыл мысалы үстемақы пайызын 1 жыл төлемейді. Үстіндегі процентін. А 2 жыл основной негізгі қарызды 2 жылға дейін төлемеуге болады. 2 жылдың ішінде ол оның төлемін алып, төлемі мысалы биыл несие рәсімдейтін болса, ол 1 жылдың ішінде төлемін алып үлгереді, 2-ші жылдың аяғына ол төлемді сатып үлгереді. Сол төлеммен жаба бастайды негізгі қарызды. Сонымен, егер математика тілімен сөйлесек, егер 10 миллион теңге алса, 1 миллион теңге 1 жыл сайын төлесе, мысалға, 6%-ы 60 мың теңге. Онда 8 жылға бөлесіз ғой. 8 жылға. 8 жылға бөлесіз, сонымен 1,25 дейміз. 1 миллион 250 мың, ол жылына 2 жылдан кейін төлей бастайды. А бірінші жылы 60 мың теңге ғана төлейді. Бірінші жылы, тек қана 60 мың теңге ғана. Бірақ бұл жерде бір айтатын момент бар, ол 16%-бен рәсімделеді, бірақ субсидияға тапсырады. 16%-ның мемлекет, 10%-ның мемлекет төлейді, 6%-ның өзі төлейді. Бірақ 6%-бен төлейді бәрі. 6%-бен төлейді, бірақ соны уақытылы рәсімдеп болғасын, келісімшартпен барып,
неге тапсыру керек, ауыл шаруашылығы басқармасына тапсыру керек. Оны қазір бірақ қолмен жүрмейді ғой қазір ешкім. Бәрі осы қолдау платформасы бар. Сол қолдау платформасына өзінің электронды қолтаңбасы бар, ЭЦП. Сол ЭЦП-мен кіреді де, субсидияны рәсімдей береді. Жақсы, құрметті қауым, мен естеріңізге сала кетейін, шаруадан шарапат өткізіп жатырмыз. Бірінші сұрақ, ұялы телефоныңызға ақша түсіріп алам десеңіздер 5000 теңге. Малтабу KZ сайтының Instagram әлеуметтік желісінде неше адам тіркелген? Жауабын телефон арқылы ғана қабылдаймыз. 75-72-75. Жәке, енді министр жақында айтқан болатын, біз кепілдік саясатын кішкене жеңілдеттік деп. Осы жағынан нақтырақ айтып жіберсеңіз, не жеңілдетілді, ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорына қатысы бар ма, ол талаптарыңыз қандай? Біз жеңілдетілген бірнеше жаңалықтар бар ол салада. Мысалы, осы еңбек бағдарламасымен келіп түсетін жобаларда біз коэффициент ликвидности дейді, өтім коэффициентін нақтыладық оны. Бұрын мысалы 0,6-ға дейін дейтін, 0,6%-ға дейін дейтін, 0,7%-ға дейін мысалы болатын болса, оны қазір 0,6% нақты қойдық болды. Ауылдарға сол 0,7% нақты қойылды. Яғни ауылдікі 0,1-ге жоғары. Иә. Ауылдікі өсірілді, иә. 0,1-ге өсірілді, және дейін деген сөзді алып тастадық. Яғни сол 0,7%-бен қабылданатын болады. Тамаша. Яғни 10 миллион теңге үйінің құны болса, 7 миллион теңге нақты осыған есептеуге болады. Жақсы, бізге телефон шалған азамат бар екен. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып тұрсыз, аты жөніңіз? Ақмола облысынан. Ақмола облыстан. Несие алам деп едіңіз бе, әлде сұраққа жауап беріңіз? Жоқ, мен жаңағы бірінші сұраққа жауап берейін. Жақсы, онда. Малтабу KZ сайтының Instagram. Малтабу KZ сайтында қазір 74 мың адам тіркелген. Instagramда. Құтты болсын, онда бізге Зәмзагүл ханым сізге түсіндіріп береді. Және де ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорынан несие алып тұрыңыздар деп айтпақшымын. Келесі сұраққа дайын болыңыздар, құрметті қауым. Малтабу KZ сайты кешегі күнге дейін жарнамалаған жарнамасында шетелден яғни әуе кемесімен әкелінетін қандай асыл тұқымды қойлардың тұқымдары сатылады. Сол туралы атап кетсеңіздер. Жәке, енді тамаша жаңалық 0,7. Енді естіген шығарсыз, мына ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры мына техника жағынан қалай қаражат береді деген көп сұрақ туындап жатыр. Соған ауыл шаруашылығы техникасын қалай алуға болады? Жайнаров Ибрагим айтып отыр сұрақты. Ол жерде екі жолы бар оның. Бірінші бағдарлама ол еңбек бағдарламасы. Еңбек бағдарламасының аясында, егер ол өзін жүргізіп жатқанды, өзінің ісін 3 жылдан астам жүргізіп жатқан кәсіпкер болса, бізге тікелей өтінім бере алады. Егер жұмысын енді бастап келе жатқан адам болса, азамат кәсіпкер, онда жұмыссыз ретінде аудандық жұмыспен қамту орталығына барып тіркеледі. Ол жерден бастау бизнес оқу, кәсіпкерлік негіздеріне оқуын оқып, сертификатын алып, өзінің құжаттарымен, кепілімен бізге келеді. Ол бір жолы. Екінші жолы, айтып өткендей, салалық бағдарламалар. Ол сол техникамен бірге ірі қара мал алам, болмаса ұсақ мал алам дейтін болса, ол тікелей өтініммен бізге келіп, бізге тапсырады. Жақсы, ал енді Қазагро қаржы лизингке техника лизингке береді ғой. Сол арқылы алған және сіз арқылы алған екеуінің айырмашылығын айта кетсеңіз. Енді біз арқылы алған лизингтің әрине оның өзінің жеңілдіктері бар. Қандай артықшылықтары бар мысалы? Артықшылықтары мысалы оларға Қазагро қаржыға тапсырған кезде ол лизинг құралын қолданады. Яғни лизинг құралы ол бастапқы төлемді ғана алады да, техниканың өзі кепіл ретінде жүре береді. Яғни лизинг берушінің меншігінде болады бірақ. Лизинг берушінің меншігінде, бірақ сол бастапқы төлемді ғана құяды. Қазіргі таңда оған қоса айтатын нәрсе, мысалы олар бастапқы төлемді де сол субсидия алатын 25% субсидиясы бар, сол субсидиямен төлеткізіп жатыр. Яғни сол субсидияны төлесе жеткілікті. Онда тегін ғой. Онда тегін болып тұр, иә. Сондықтан ол арнайы Қазагро қаржы мысалы арнайы өзі сондай мамандандырылған мекеме болғандықтан, әрине лизингке жалғыз техника алатын болса, онда Қазагро қаржыдан алған жеңілдірек болады.
Жақсы, мында сұрақтар түсіп жатыр. Телефонға кезегіне, кезек берсек телефонға. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Иә, Біржан апай, қалыңыз қалай? Жақсы ма? Шүкір Құдайға, рахмет өздеріңе. Мына келген қонақ жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет, қайырлы күн. 30 миллионнан береді деп бір жақсы қуанышты хабарды айтып жатырсыздар. Менің пікір болады ма? Мынау оны неше жылдан бері біз қолданып келе жатырмыз, айналайын қонақ сізге тікелей айтайын. Бірақ сол берілетін нәрсенің келуі өте қиын ғой. Мына жерде ертең оны келгенде қанша документ дайындау керек, ана жұмыспен қамтуға бару керек, ол жаңағы несін сертификатын алу керек. Соның арасында жұрттардың миы ашып, басқа бір құйтырқы жолдармен адамдар кейбіреулері алады, алана шынымен жұмыс істеймін дегендер жүреді. Сосын қойшы 5 ай бардым, 4 ай бардым деп. Енді осыған мен айтар едім, осы 30 миллион ақшаны қолға бере салғанша, соған жаңағы кім жұмыс істейді, соны тіпті облыстың әкімі, ауданның әкімі өздерінің тікелей басшылық жасап, кім мен мал бағам дейді, 5 сиыр бағама, 10 сиыр бағама, соған тікелей сол малмен берсе деп ойлаймын мен. Мынау халықтың жағдайын көтеру үшін осылай жағдай жасау керек. Көрші мемлекеттерде ақша бермейді, жаңағыдай малмен тауарлы несие береді дейсің. Иә, сондай қылып берсе, от сонда жұмыс жүреді. Ал бұрынғы методиканы қою керек. Онсыз да біз қазір пандемиядан экономика төмендеп жатыр, халықтың жағдайы төмендеп жатыр. Жаңа кеше көшеге шығып жатыр, ойбай мен балама не істеймін деп. Олар ана әркімнің ыдысын жуып, үйлерін тастап, жерін тастап, қалада жүрген адамдардың жұмысы оның барлығы. Ал жастар малмен айналысып, халықтың денсаулығын көтеру керек. Етті, сүтті, барлығын жасап, халықтың денсаулығын көтеруге әрекет жасау керек. Осы менің сұрағым, пікірім. Мен сұраққа жауап беремін. Рахмет. Алло. Да. Айтыңыз. Иә, жауап беріңіз, ал сұраққа жауап беріңіз. Неді авиаменен алып келетін? Иә, әуе кемесімен алып келетін. Қойлардың түрі ме? Иә, тұқымы қандай? Қандай екен балалар? Қасыңызда. Ангус. Иә. Баларды үйретіп жатырмын ғой, бір жақ. Нақты жауабыңыз бар ма? Ангус. Ангус деп айтып жатыр. Тағы қайсысы? Қап әттеген ай, енді келесі тыңдарман ұтып алатын шығар деп ойлаймыз. Жәке, енді естідіңіз ғой жаңа апамыздың сұрағын. Бірінші екі бөлікке бөлсек, мысалға бірінші әкімдер сол жұмыс істеймін деген жағдайы нашар адамдар тізім жасап сіздерге келсе бола ма? Және сіздер жұмыспен қамту орталығында сол жағдайы нашар отбасылардың тізімдері өздерінде де бар. Онсыз да бар. Иә, онсыз да бар. Жұмыссыздың барлығы сол жұмыспен қамту орталығына тіркеледі. Солардың бағыттамасымен бізге келеді. Сондықтан ол әрине жұмыссыз адамдар бізде ең басты өз еңбек бағдарламасының басты мақсатының өзі сол жұмыссыз адамдарды жұмыспен қамту. Өзіне өзі сол табыс көзін тауып, өз-өзінің жұмысын дөңгелетіп ары қарай жүргізіп кетсе деген мақсат қой. Сондықтан сол жұмыспен қамту орталықтарына тіркелу енді міндетті ол жерде. Ол біріншіден. Екіншіден, бізде мынау әкімдіктер деп жатсыздар, әкімдіктер қолдап, әрине оларға жер мәселесі көп туындайтын мәселе, әсіресе осы 30 миллиондық жобаларға қатысты ол жер мәселесі. Егер әкімдіктер жер мәселесін шешіп берсе, әрине олардың қолдары жеңілдеп, бізден несие алуға да мүмкіндіктері жоғары болатын еді. Ал енді халық қарапайым адамдар дейік, әкімдікке барған кезде оларға енді көзқарас басқаша ғой, өкінішке қарай. Сіздер қаржылай қолдау қоры арқылы әкімдіктермен жұмыс істейсіздер ме? Мысалы, қай жерлер бос? Сіздерде сол ауылдан мысалға тапсырыс келіп түссе, сол адамға беруге болмай ма деген өз тараптарыңызда жұмыс атқарасыздар ма? Егер олардың жерлері жетпей жатса, әрине бізге келіп осындай әкімдіктен көмек беруге сұранса, біз оған андай ходатайство дейді, сондай хат жіберуге ондайға біз дайынбыз көмектесуге. Бірақ әрине ол біздің құзыретімізге жатпайды жер мәселелері. Сондықтан ол тікелей әкімдіктің құзыретіндегі мәселе. Сол жақтан көмек берсе. Бірақ менің ойымша әкімдіктердің өздері тікелей осы қызығушылық болу керек, өзінің өмірінде сол кәсіпкерлікті дамыту, жұмыссыздықты азайту, сондай мәселелерге бет бұру. Тек қана сол қаржыландырумен ғана айналсамыз болды. Ал малды сатып алу, оны әкелу, оны малды бағу керек, оны тарату керек, ондай жұмыстар біздің құзыретімізге кірмейді. Оған өздеріңіз жаңағыдай алаяқтықтарды шектеу үшін біз қазір осы 30 миллиондық жобалар бойынша қаражатты берген кезде біз тікелей сол ұйымдастырылған шаруашылыққа қай жерден мал алады,
акчаны соған тікелей түсіреміз. Фермерлік шаруашылық бола ма, басқа мысалы тоо бола ма, кімнен сатып алады, соған тікелей жібере аласыздар. Кімнен сатып алады, сол асыл тұқымды шаруашылық бола ма, соларға біз тікелей қаражатты жібереміз 30 миллиондық жобалар бойынша. Ал сол кезде менің ойымша ол сондай аяқтыққа шектеу болады деп ойлаймыз. Жақсы жауап менің ойымша. Замзагүл ханым қосайық. Алло. Эфирдесіз. Иә, қай өңірден хабарласып тұрсыз, аты жөніңізді? Мен Алматы облысынан хабарластым, Жан Ахмет деген жігіт. Ана жаңағы сұраққа жауап берген деп, Жақсы. Иә, Малтабу KZ сайтында, яғни әуе арқылы жеткізетін қандай асыл тұқымды қойлар, иә, соның тұқымдары қандай сатылады? Қандай тұқымдар сатылады? Кемшил, Дорпет, Пол Дорсет, мен білімше, мен етілгеніміз. Құтты болсын, Малтабу KZ сайтын қарап отырыңыздар. Замзагүл ханым түсіндіріп береді. Жаке, енді әңгімемізді жалғастырайық. Бүгінгі студия қонағы Жандар Омаров. Бұл ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры төрағасы. Сіздің келетіңізді біліп, Facebook парақшасында біраз азаматтар жазып жатыр. Онда оқи кетсем қалай қарайсыз? Дәурен Болыс дейді. Жандар Омаров өте іскер азамат, нәтижеліге жұмыс істейді. Оңтүстік Қазақстан облысында Риц Максимді басқарған тұста іскерлігін дәлелдеген. Қордың да жұмысын жандандырып отыр. Осыған байланысты сұрақ дейді. Несие алу үшін кәсіпкер кепілге жылжымайтын мүлік қояды. Осы процедураны жеңілдетуге бола ма? Мәселен, шаруа 5 миллион несие рәсімдесе, оған кепіл алынбаса деген арманын жазып жіберді. Ал айтыңыз. Жақсы, иә, кепіл мәселесі бүгін негізгі мәселенің біреу ғой, ол несие алам деген кезде. Бірақ жаңа айтып өткендей, ұлттық банктың лицензиясы болғасын, біз қаржы институты болғасын, біз кепілсіз несиені бере алмаймыз. Кепілсіз несие дегенді өзіңіз білесіз, аңыз хатылы, ол 90-шы жылдары мысалы мемлекеттің басынан өтті ғой. Қанша жылда біраз көлемде қаржылар сол кезде несие кепілсіз берілген, бірақ оны қайтарылу бойынша ертең сұрақтар көбейе бастайды. Судында сұрауы бар дейсіз. Судында сұрауы бар. Ол әр адамның ойында жүретін ой, мысалы жаман ой пайда болады. Егер бұл несиені қайтармасам не істей алады екен олар деген сияқты. Сол кепіл міндетті түрде болу керек, бірақ мемлекет тарапынан бірнеше шаралар бар онда да. Мысалы, еңбек бағдарламасы бойынша айтып өтейін. Егер қарыз алушы, несие алушы осы микроқаржы ұйымынан алатын болса, болмаса несие серіктестігінен осы бағдарлама бойынша, еңбек бағдарламасы бойынша алатын болса, онда біз стартап жобаларға, яғни кәсіпкер өзін жаңадан ісін бастайтын болса, 85%-ға дейін ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры оларға кепілдік береді. Яғни осы 3 миллионға алатын болса несие, оның 85%-на дейін ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры кепілдік бере алады. Яғни сіздерді күтпей, сіздердің ақша күтпей, басқа бір банк микроқаржы ұйымы, ол бағдарламаға ауылды деңгейде қатысатын микроқаржы ұйымдарымен несие серіктестіктері, әр ауданда несие серіктестіктері бар, соған мүше болып кіру керек. Сөйтіп сол жерден өзі алатын болса, егер жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкер болса 85%-ға дейін, егер ісін жүргізіп келе жатқан қазір 3 жылдан бері осы кәсіппен айналысып келе жатқан ресми түрде кәсіпкер болса, онда 50%-ға дейін кепілдік береміз. Және аз қамтылған көп балалы отбасылардан болатын болса, онда 95%-ға дейін кепілдік ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорынан алуға болады. Мінекей көмек деген осы. Замзагүл ханым, кезекке қосайық. Алло. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қай өңірде хабарласып тұрсыз, аты жөніңіз? Маңғыстау облысынан есімім Сайран бар. Сайран мырза, айтыңыз. Сұрақ па сізде? Менде ана ауыл шаруашылығын қолдау қорынан басқа несие бар ғой, мекемелер жаңағы қаржы береді. Иә. Соларда корпоративный взнос дейтін бар. Соны төлеу міндетті ме? Ол қандай жарнаны айтып отырсыз? Мысалға, ол бізде қаржы беретін серіктестіктердің құрамына кірсеңіз ғана ондай сондай шарт бар. Иә. Ал міндет түрде жарнаны төлеу. Алло. Енді сұрақ түсінікті ғой, Жаке.
алғаш төлейтін жарна бар ма дейді мүше болып кірген кезде? Несие серіктестіктерінде ондай бар, ол заңмен қарастырылған. Сол құрылтайшылар өздері бірігіп, сол жарнаны қанша көлемде болу тиіс екенін өздері белгілейді. Сол белгілеген соманы әр кірген жаңа сол құрылтайшыларға кіретін азаматтар олар міндетті түрде төлейді. Жақсы, бізге хабарласқан азамат бар екен. Алло. Саламатсыз ба? Уағалейкум ассалам. Айтыңыз, аты жөніңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Оңтүстік Қазақстан боламын. Есімім Азамат. Азамат, сұрағыңыз? Мен жауап берейін дегенім жаңағы таппаған сұраққа. Енді жауабын айтып кетті. Ондай болса, мен тағы да бір сұрағымды оқи кетем, мұқият болыңыздар, алдағы уақытта тағы да жариялайын. Жәке, енді мында WhatsApp желісінен сұрақ келіп түсіп жатыр. Мен мал бордақылауға ақша алған едім. Көп көмегі тиіп жатыр. Сізге алғыс білдіріп жатыр. Соны ары қарай дамытсам деймін. Қазіргі шыққан еңбекті алу үшін соны жабуым керек пе? Әлде үстінен алсам бола ма? 3 миллион теңге алғанмын, қазір 1 миллион 200 қалды. 6 айда уақытылы төлеп жүрмін. Түркістан облысы Кентау қаласынан. Рахмет дейді. Әрине, ол жерде егер жаңа несие ресімдейтін болса, ол бұрынғы кредитті жабу тиіс. Бұрынғысын жабу керек, толығымен. Ал енді үстінен алуға болмай ма? Не шектеу енді бұндай жағдайда? Енді бұндай жағдайда ол несие алам деп адам несиені күтіп оққан азаматтардың саны көп қой. Ертең сұрақ туындайды, сосын ол кісіге бірнеше рет бір несиесін жаппай екінші несие беріп жатсыңдар. Мен несиені қол жеткізе алмай жүргеніме 3 жыл болды деп жүрген азаматтар. Ал енді мынандай бір айланы айтайық. Мысалға біреуден қарызға 1 миллион 800 алды да, сіздерді жапты, сосын тағы да алды. Сол қарызының ақшасына 1 миллион 800 қайтадан апарып берсе, қалай қарайсыз? Бұл менің жобам. Ол заңсыздық болады, өйткені мысалы 1 миллион 800-ді алатын болса бізден, онда біз олардан сол мақсатты жұмсалуы бойынша құжаттар сұраймыз. Қайда жараттыңыздар, қай жерден мал алдыңыздар, малды көрсетейміз, малдың құжаттарын көрсетейміз, келісім шарт көрсетейміз, қандай төленгенін дәлелдеу керек та, кімге төленгенін, қанша төленгенін. Сондықтан ондай қиындықтар туындайды. Егер ондай қиындықтарға баратын болса, ол әрине мақсатсыз жұмсалған болып танылады. Мақсатсыз жұмсалған нәрселерге бізде айыппұлдар бар. Жақсы, құрметті қауым, мен тағы да 3 сұрақты оқи кетейін. Малтабу KZ сайтынан қосымшасында, осы қосымшада 4-түлік санатында қанша бөлім бар және оны рет-ретімен атаңыз. Жауаптарыңызды 75-72-75 нөмір арқылы қабылдаймыз. Сізге ассалаумағалейкум, Жандар Омаровқа сұрағым дейді. Түркістан облысы ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры құжат тапсыруға барсақ, қаржы жоқ деп қайтаруда. Қашан қаржы болады дейді? Қаржы қазір бар. Қайда? Түркістан облысы, соның филиалын айтқан шығар мүмкін. Жоқ, біздің филиалда қазіргі таңда қаржы бар. Қаржы, мысалы, бізге биыл 36 миллиард жалпы еңбек бағдарламасы бойынша қаражат бөлінді. Сол қаражаттың қазір жалпы республика бойынша алатын болсақ, 40%-на дейін өтінім қабылданып, біз қарастырып жатырмыз. Оңтүстік Түркістан облысында да, мен ойымша, әлі өтінім тапсыруға мүмкіндігі бар. Енді ол кісілер мысалы қаржы жоқ деген астарда не жатыр? Мысалға біз мынанша бөлінген бізге, осыған тапсырыс жинақталып қойды. Әлі тапсырыс көп өте дегені ма, әлде қалай? Әлде тіпті ақша жоқ деген сөз бе? Жоқ, ақша жоқ. Ақша бар. Ақша бар. Онда құрметті қауым, егер бұндай сұрақтарыңыз туындаса, біздің Жәкең әр уақыт әлеуметтік желіні қарап отырады. Сонымен қатар баспасөз қызметі өте жақсы жұмыс істейді, мен білуімше. Сондықтан да қаржылай қолдау қорының баспасөз қызметіне хабарласып, нөмірін айтып жіберсеңіз, қалай хабарласады, қалай жазады? Жақсы. Нөмірін қалай хабарласады? Егер мысалға осындай бір жағдайлар туындаса, ақша жоқ деп айтты бізге, болмаса қарастырмады, шағымды кімге айтады? 8-800 080 35-05. Тағы айтылып өтсеңіз? 8-800 080 35-05. 35-05. Жақсы, құрметті қауым, бізге тағы хабарласқан азамат жоқ екен, Аталған сұрақ бойынша онда ат жөн берсеңіз, өзіміз сол әлеуметтік желіден тауып, ол кісіні хабарласып, қарастырамыз, оны бақылауға алайық. Құрметті WhatsApp желісіне жазған 6690 нөмірімен аяқталатын азамат, бізге ат жөніңізді жазып кетсеңіз, осы Жәкең өзі қараймын деп уәде беріп отыр. Құрметті қауым, бізде Малтабу KZ сайтынан биылғы қазан айына дейін бәйге жарияланады. Ұтыстар, соғым, жылқы, яғни. Сонымен қатар роторлы шетелдік жем турағыш және дәл сондай бірақ Қазақстанда жасалған қомағай атты қондырғы
Бәйгеге қатысу шарттары оңай. Ұялы телефоныңызға мал табу кезет қосымшасын жүктеп аласыз. Бәйгеге қатысу түймесін басасыз және өзіңіз туралы мәлімет бересіз. Жаке, енді біздің азғантай ғана уақытымыз қалды. Сізге қойылған сұрақтар өте